Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың арнайы қонағы арнаулы мақсаттағы қызметтің жауынгері Томирис ханым. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Томирис ханым, менің бірінші сұрағым мынандай. Жалпы біз арнайы жасақ деген кезде әрдайым ер азаматтарды өзімізге енді елестетеміз, көзімізге. Қандай да болмасын, барлық жерде ер азаматтар елді қорғаушы ретінде бірінші жүреді, алдыңғы шепте. Неліктен сіз осы мамандықты таңдадыңыз? Қалай келдіңіз арнайы қызметке? Мен 1992 жылы Өскемен қаласында дүниеге келдім. Сол жақта мектеп бітірдім. 10-шы мектепті тамамдадым, физика-математикалық. Одан кейін сол жақтан Алматыға оқуға түстім, техникалық, Қаныш Сәтпаев атындағы техникалық университетке. Ол жақта мен IT мамандығын бітірдім. Одан Өскеменге, Павлодар қаласында біраз жұмыс істедім. Павлодардан кейін қайта Өскеменге оралып, ол жақта юриспруденция мамандығын бітірдім, магистратура. Құқықтану саласында. Одан кейін 2019 жылы мен қоян-қолтық ұрысынан спортқа қатысқанымда, сол жақта біздің ол жақта көбінде мына силовой структура, күштік құрылымдар, сол жақтарда қоян-қолтық ұрысы олар как негізгі спорт түрі болып саналады, күштік құрамдарда. Сол жақта жүргенде мені осы ұлттық қауіпсіздік командасының бапкерлері байқады. Сол кісілерге сөйлесті. Негізі сегін келе ме, келуші ме едіңіз деп егер. Мен ол жақта білмедім, ол 2019-ға дейін осында негізі әйел адамдар алатынын да мен білмедім, шын айтса 2019. Мен ол жаққа тұрғым келді, мен ойладым, мүмкін кадр жағынан барсам, мен негізі өзім ұлттық қауіпсіздікке өзімде болды ынта. Мен Өскемен қаласына резюмемді апардым, ойладым, мүмкін кадр жағынан алатын шығар деп, соған сөйтіп өзім мақсаттанып жүргем. Сол Астана қаласында сол президент кубок, қоян-қолтық ұрысынан президент кубогында осы бапкерлер келіп сөйлескенде мен өзім таңғалдым, қыз балалар бар екен. Одан кейін 20-шы жылы маусым айында звондайды өзімнің, мен сіздің кураторыңыз болам. Бірақ ол кісінің стажы 20 жыл осы қызметте. Ол кісі де мен сияқты жауынгер, сол кісі мені зерделеді. Одан кейін осы бірінші күннен бастап қолымнан жетіп, сол кісі үйретті осы жұмыстың бәріне. Содан сөйтіп келдік осында. Томирис деген бұл сіздің лақап атыңыз, Иә. Неліктен бұл атты таңдадыңыз? Себебі ол массагеттердің патшасы болды ғой, ханшайымы. Кир патшалығын ұлттып, сонымен аты шықты да. Жалпы Томирис деген негізі ол сондай қайсарлы, қайратты естіледі ғой. Сол кезде мен өзімнің Зарина кураторым айтқан кезде Томирис болды деді. Соны таңдайық, саған жарасады, ол соны аламыз деп, ол кісі қуанып, соны қалдырдық. Ол кісі мұнда тәртіп бойынша сен өзіңе береді мүмкіншілік, таңдайсың, одан кейін жариялайсың. Егер жеке құрам қолдаса, қалдырады, қолдамаса, олар өздері қояды. Қызметке жаңадан келген кезде сізде қандай қиыншылықтар болды? Осында келген кезде бізде мұнда бар ғой, негізі мынандай бауырластық па, өте қатты қалай айтсам сізге дамыған осы қызмет ішінде. Себебі ертең біз бірінші күннен бастап осылай бір-біріңе сеніңдер, ертең біріңді қолдайтын, оққағар біріңе оққағар болатын сендерсіңдер, бір-біріңдердің жандарыңды құтқарасыңдар деп осылай үйретеді. Осы бірінші күннен бастап осындай әдістер оқиды. Сол себепті мұнда сондай қиын деп айта алмаймын. Өзіміздің нұсқаушылар үйретеді барлығын бірінші күннен бастап. Қаруды қалай қолданасың, мысалы дене шынықтыру сабақтарында өзі сенімен бірге жүгіреді, өзі сенімен бірге дайындайды, одан кейін сынақ қабылдайды да, егер де сынақтан өткізеді өздері, одан кейін неге қорытынды жазады да береді басшылық құрамға.
басшылық құрамдар содан кей кезде сұрайды өздері де, ал не тапсырды, істей ала ма, қандай сынақ өткізді, неге ол дайын деп. Сол кезде мысалы мен жаңадан келдім ғой, өзі 4 ай ма 5 ай ма, сол кезде одан кейін сол нұсқаушылар өздері тұрып жауап береді, біз қабылдадық, секіреді, жүгіреді, не істе дейсіз, бәрін істейді, біз жауап береміз деп сөйтіп бір-бірін қатты қолдайды. Қызметке келгеннен кейін, мысалға сіз жаңа айттыңыз, менің ұстазым, кураторым дедіңіз, қызметке тартқан жауынгер қыз Зарина дедіңіз. Қандай дағдылармен машыққа үйретті ең басты? Ол кісі өзі ату жағынан жақсы. Сол кісі мысалы қосымша қарумен қолдануды, мына қарудан осыны жинау, тазалау, сол барлығын сол қару жағынан өзі білетін, сол қару жағын сол кісі үйретті түгелі. Бізде негізі өзімізде қосымша қаруды сол кісі үйретті қолдану, негізгі қарулармен де сол кісі үйретті. Ол кісі өзі кезекшілікке түскенде кешке жұмыстан алып қалып, өзі бос уақытын барлығын осылай сізге арнады. Маған арнады. Қанша қару түрімен сіз мысалға қолдана аласыз? Қанша 6 түр мен қолдана аламын. Айтуға болады ма? Жағын айтпай ақ қояйық. Қызметке байланысты сіздер қаншалықты қару, қандай қарумен қолданатыныңыз туралы ақпарат бере алмайсыздар, иә? Жалпы жаттығулар күніне немесе аптасына сіз неше рет жаттығасыз? Бізде жұмыс уақыты негізі кестеге байланысты өтеді. Өзіміздің нұсқау бөлімі кесте жасайды, ай сай бір айға. Сол кесте бойынша бізде таңертең келеміз, сағат 9-дан 10-ға дейін мысалы бізге өзіміздің дайындық, өзіміздің киімімізді дайындаймыз, заттарымызды сол күнде қолданылатын, мысалы бүгін қандай қарумен атамыз, соларды дайындаймыз. Одан кейін бізде сағат 10-да сабағымыз басталады. Бірінші ол бізде көбінде бізде түске дейін бізде физикалық дайындық. Мысалы бір күн мысалы жүгіріске дайындайды, тез жылдам жүгіріс дейді. Ертеңінде мысалы бізде жалпы күш жағынан дайындайды. Сөйтіп әр күнді өйстіп бөліп қойған. Түске дейін бізде сол дене шынықтыру болады да, түстен кейін көбінесе бізде өзіміз тактика, сондай сабақтарымызды өтеміз. Теория жағынан, заңнама жағынан, себебі қаруды біз қолдана білсек те, оны біз бүйтіп кез келген жерде қолдануға болмайды ғой. Ол бізде қару тек қана заңдық түрден қарасақ, ол ең бір қатты қажет болса ғана қолданамыз. Сол себепті бізде заңды жағынан кішкене көп дайындайды. Себебі психологиялық мысалы адам жанып кетуі мүмкін, егерде бір қатты не болған кезде, қолайсыз жағдай болған кезде, қалай айтсам сізге, мысалы әр адамның енді жаны тәтті ғой, мысалы жан керек болған кезде мүмкін адам сасқалақтап қалуы мүмкін. Сол себепті психология жағынан дайындайды бізді. Күнделікті қызмет пен жаңа жедел жауынгерлік іс-шара екеуінің айырмашылығы бар, Ол жерде сіз нақты бір тапсырманы орындайсыз. Сол кезде бір қиындықтар туындайды ма? Бізде көрдіңіз бе, бізде барлық шаралар құпия өтеді. Бізге мысалы күн болсын, түн болсын, бір сағаттың ішінде мысалы түседі сигнал жұмысқа деп. Біз ол жақта келеміз, ол жақта жиналамыз да, шығып кетеміз, бізге ештеңке айтпайды. Не қайда барамыз, не істейміз. Бізге әрқашан өзімізді физикалық тұрғыдан дайын болуымыз керекпіз, морально-психологически дайын болу керекпіз. Себебі тәулік бойы ұйықтамай жұмыс істейтін кездерде болады. Мысалы экстрадициялаудар болады, шетел жақтан әкелеміз қылмыскерлерді. Сол кезде мысалы алыс мемлекеттерден әкелген кезде біз 24 сағат ұйықтамаған күндерде болды. Одан кейін мына Жусан деген естіген шығарсыздар. Операция. Сол жақтан әйел адамдарды, балаларды әкелген кезде, онда апталап, сол жақта бізде қыз балалар аз болғасын, бізде көбінде ол жақтан әйел адамдар келеді ғой. Сол себепті
біздің жақтан да қыз аз болғасын, бізде көп жұмыстың көп несі бізге келеді, қыздарға, ұлдарға қарағанда. Салмағы. Иә, салмағы. Ал сол жағынан әрқашан дайын болу керек. Қызметте мысалға сіздің ең үлкен жеткен жетістігіңіз қандай? Немен мақтанамыз? Қызметте ма? Иә. Енді сондай ашқан ештеңке жоқ менде, бірақ та осыны мен аз уақытпын ғой, енді болашақта болады шығар деп ойлаймын. Білмеймін, мен өзім патриотпын негізі. Былай қарасаңыз, IT саласында да көп қой жұмыс, бірақ та маған өз жұмысым ұнайды. Мен мысалы басқа жерде өзімді көрмеймін. Өзім осында 2,5 жыл қатты жұмысқа тұрғым келді. Мен өзім армандап аңсап келген жұмысым. Сол себепті мен өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Тек қана менен енді осында талап етілетін тек қана сол жұмыс істеу, әрқашан отан қорғауға дайын болу. Отан үшін отқа түсіп күймейсің дейді ғой. Сол себепті енді қолымнан келгенше жұмыс істеймін. Тек қана Қазақта емес, ол мысалы мен Америка 2012 жыл ма Америкада болдым, Аляска штатында. Ол студенттер, мен естіген шығарсыз, Work and Travel деген бағдарлама бойынша. Бірақ та 4 ай мен болдым сол Америка штатында. Бірақ та мен Қазақстанға қайтқым келді қайтадан. Қазір мысалы мен басқа жаққа тұруға, мысалы қазіргі жастар ұмтылады ғой, шетелге барғылары келеді, ой, Қазақстан дамытпайды дейді, таныстарсыз ешқайда кіре алмайсың дейді. Мысалы мен әкешім қарапайым мұғалім, ауылдан шыққам мен өзім. Бірақ та 9-шы сыныпқа дейін менде 2-ақ мұғалім болған. Ол әр адамның өзінің ынтасына байланысты деп ойлаймын, өзінің еңбекқорлығына байланысты деп ойлаймын. Мақсат қойсаң, жетуге барлық мүмкіндік бар біздің мемлекетте тегінде. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді ғой. Сол тек қана ол қазақта сондай дана сөздер емес, біз Гетеде айтып кеткен адамның бойындағы дейді ең құрметтеуге тұратын ең ұлы қасиет отанына деген махаббат дейді ғой. Сіздің өмірдегі басты ұстанымыңыз? Басты ұстаным ол дисциплина бар жерде. Тәртіп. Себебі негізі қазір мысалы бізде көп бизнесмендер үлкен белестерге қол жеткізген адамдардың барлығы да мысалы шетелдік тәжірибеден алып жатыр ғой. Спортсмендерді мысалы Америка құрама штатында егер жай адаммен спортпен шұғылданған адам жұмысқа келсе, олар міндетті түрде спортшыны алады. Себебі спортта белеске жеткен адам жұмыста да сөйтіп тиянақты аяғына дейін жеткізеді деп айтады. Әрбір адам өзіне бір белгілі бір межеге жетсем деген ой болады ғой. Сізде сондай жоспарлар бар ма? Мақсатыңыз қандай? Арман деп айтсақ қалай болады? Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом дейді ғой. Бізде Қазақстанда енді бір генерал бар, әйел адам. Соның екіншісі мен болсам ба деп армандаймын. Жақсы. Соған қол жеткізсем ба деп. Арманыңызға жетуіңізге шын жүректен тілектеспін. Томирис ханым, бүгін берген сұхбатыңызға үлкен рахмет. Қызметте сізге табыс тілеймін. Өзіңіз жаңағыдай айтқандай, ақыл мен күшті екеуін бірге алып, бойдағы күш-жігеріңізді ары қарай шыңдай беруіңізге шын жүректен тілектеспін. Үлкен рахмет. Рахмет. Сізге де рахмет.